Сәлеметсіздер ме баршаңызға? Мен Капарова Ғалия Хамидолла қызы, тәуелсіз Қазақстанның азаматшасымын. Тіпті жасым да тәуелсіздікпен тұспа-тұс келіп тұр. Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл толып тұр. Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні сіздерге, барша қазақстандықтарға мықты денсаулық, игілік пен бақыт, бақ-дәулет пен ырыс тілеймін. Қазақстанның тұрақты дамуы мен кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын. Каутон орта мектебінің ұстаздарына және де Каутон бекетінің тұрғындарына баршаңызға дұғай сәлем айтамын. Всем здравствуйте, меня зовут Гахраманов Эмин, я родился в июне 1991 года. Поздравляю всех жителей станции Каутон с юбилеем независимости нашего Казахстана. Пусть наша страна процветает, чтобы каждый житель Казахстана жил счастливо и в достатке. Мен Мұхамеджанова Ажар Дүйсенбай қызы. Каутон орта мектебінің 2008 жылы түлеп ұшқан түлегімін. Бүгінгі атаулы мерекемен шын жүрегіммен отандастарымды құттықтаймын. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын ағайын. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі. Мықты болсын елімнің керегесі. Тату-тәтті елімізге бақ қонып, кетпесін туған жердің берекесі. Аспанымыз ашық, керегеміз кең болсын ағайын. Отбасыларымыз аман болсын, тек қана бейбіт елде өмір сүруді жасын алады. Мен Жакупова Анар Дүйсенбай қызы Каутон орта мектебінің 2008 жылы түлеп ұшқан түлегімін. Елім деп соғады жүрегім, жерім деп соғады жүрегім, 30 жылдығым биылғы құтты болсын нұр елім. Әр отбасына татулық пен ырыс береке, отанымыздың игілігі мен жарқын болашағы жолында жаңа табыстар тілеймін.